Абай Құнанбайұлы қазақ халқының ұлы ақыны, ойшылы, композиторы және ағартушысы. Ол қазақ жазба әдебиетінің негізін қалап, ұлттық мәдениеттің дамуына өлшеусіз үлес қосты. Абайдың шығармашылығы мен мұрасы туралы негізгі бағыттар. 1. Поэзиясы. Абай қазақ поэзиясына жаңа мазмұн мен жаңа түр енгізді. Оның өлеңдері табиғат, махаббат, өмір мен өлім, қоғамдағы әділетсіздік пен адамгершілік мәселелерін қамтиды. Желсіз түнде жарғай, көзімнің қарасы, құлақтан кіріп бойды алар сияқты туындылары нағыз өнер туындысы болып табылады. 2. Қара сөздері. Абайдың қара сөздері бұл 45 бөлімнен тұратын философиялық трактаттар жинағы. Мұнда ақын халықты оқу білімге, еңбекке, адамгершілікке шақырады. Ол өз заманындағы қоғамдық кеселдерді сынға алып, келешек ұрпаққа дұрыс бағыт-бағдар береді. 3. Музыкалық мұрасы. Абай тек сөз шебері ғана емес, сонымен қатар талантты композитор болған. Оның айттым сәлем, қаламқас, 8 аяқ сияқты әндері халық арасында кеңінен таралған, және бүгінгі күнге дейін өз құндылығын жойған жоқ. 4. Ағартушылық қызметі. Абай қазақ халқының көзін ашу үшін шығыс пен батыс мәдениетін ұштастыруға тырысты. Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Абай Құнанбайұлы. Абайдың мұрасы бұл бүкіл адамзатқа ортақ қазына. Оның идеялары бүгінгі кікзай ғасырда да өзектілігін сақтап келеді.